Бәріңізге сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Бұл видеода осындай песочный пирог дайындаймыз. Бұның қамыры жұмсақ болады және начинкасы өте көп болады. Иісі тура ұйғыр самсасының иісіне ұқсайтын өте дәмді пирог. Бөлме температурасында жұмсақ сары майдың үстіне мына жерде ұн мен де разрыхлитель тұз үшеуін салып, осы маймен бірге біріктіреміз. Осының үстіне бір жұмыртқа саламыз және 2,5% не болмаса 3,2% айран қоссаңыздар болады. Егер ол болмаса, онда сметананы да қолдансаңыздар болады, бірақ оның майлылығы төмендеу болсын, 10-15%. Қолға жабыспайтын қамырымызды илеп аламыз. Содан кейін осы қамырды пакетке салып, холодильникке асығыс болсаңыздар 30 минут, асықпасаңыздар 1 сағат, 1,5 сағатқа қойып қойсаңыздар болады. Енді начинкасын дайындаймыз. Фарштың үстіне туралған пияз, картоп саламыз. Қызыл бұрыш, қара бұрыш, тұзды дәміне қарай қосамыз және кішкене суымызды құямыз. Болды, осымен начинкамыз дайын. Енді қамырымыз холодильникте тұрғаннан кейін енді оны алып, 2 бөлікке бөліп, теңдей қамырларымызды жайып аламыз. Начинкамыз мына қамыр үшін көп сияқты болып көрінеді, бірақ ол піскеннен кейін по-любому басылады. Сондықтан барлық жеріне теңдей осылай жайып шығамыз. Екінші қамырымызды жайып болғаннан кейін осылай пышақпен кесіп шығамыз, чтобы піскен кезде қамырымыздың ішіне ауа жиналып көтеріліп кетпес үшін. Енді осыны жаңағы начинкамыздың үстіне жайып, барлық шеттерін жақсылап біріктіреміз. Еш жері ашық қалмау керек, өйткені жаңағы начинкадан бөлінетін жидкость қамырдың астына түсіп кетуі, ағып кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап біріктіреміз. Осы бетіне жаңа жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін, жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жағасыздар. Содан кейін оны 180 градуста 40-45 минут пісіріп аламыз. Әдемі болып түрі қызарғанша.
пирог піскеннен кейін біраз тұрып салқындады. Жылыдай кесіп жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.